Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Ащыбұлақ ауылының халқы 4 түлік малын Қырқымтөбе аталып кеткен жайылымға өргізіп келеді. Ащыбұлақтықтардың мұнан басқа сынық сүйемде жері жоқ. Оның өзі 1997 жылдары ауылдың 41 отбасына үлес пай есебінен жайылымдық жер ретінде берілген екен. Қазір бұл жер тек 41 отбасының емес, ауыл іргесі кеңіп, 500 түтін құралған шаңырақтың өрісіне айналған. Ағайынгершіліктен алыстамаған, қазақы салты сақталған ауыл ауызбірліктің арқасында мәмілеге келіп, мал жанын бірге бағып отырған бейғам жұрт кеше шала бүлінді. Ащыбұлақ ауылының кәрі жасы демей дау көтеруінің себебі жайылымдық жер енді мұнан былай қоқыс полигоны болмақ. Ауыл ақсақалдарының айтуынша 2014 жылы 10 қаңтарда аудан, одан облыстық әкімдік тарапынан солай бекітіліп, қол қойылып, шешім шығарылып кеткен. Енді бұл ұйғарымға халық қос қолдап наразылық танытып отыр. Мынау қазіргі тұрған жеріміз Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Қазығұрт ауыл әкімшілігіне қарасты 32-ші кварталдың 11-33 деген телім жері. Осы жерге аудан ЖКХ-сының тапсырысымен 3 гектар жеріне күл қоқыс тастау полигонын салынғалы жатыр. Бүкіл ел болып соған қарсымыз. Ол аймақ тура осы жер. Міне мына высоковольттың төменгі защитный қорғаныс аймағынан төмен қарай 3 гектар болғасын 200 метр екінші төбенің бауырына қарай салынады екен. Бір шеті 200 гектар, екінші шеті 150 гектар. Бұл салынған аймақ уклон қияның беткейінде уклонда тұр. Бірінші несі. Екіншісі мына төменде тұрған соулардың қасында астында Ащыбұлақ өзені ағып жатыр. Бары жоғы 291 метр деп көрсетілген. Ол егер мынау 200 метр болып салынған жағдайда тағы 100 метрге қысқарып кетеді. Бұл аймақ 15-20 мың гектар жердің суы бір алқаптан шығып, елді мекенге ағып баратын аймақ. Жазда күзде жауын шашын кезінде, қар ерінісі кезінде тасқын болып тұратын, жуылып шайылып тұратын аймақ. Оның үстінде анау ағып жатқан өзен, ол су қорларын бұлақ көздерінен алады. Ал бұлақ көздерінің су жинау аймағы осы жоталардың асты болып келеді. Мына төменде осыдан 150 метр жерде, 150 метрде шықпай, 100 метр жерде қазір су шығып тұр. Бары жоғы 7 метр деңгей, 7-5 метр деңгейден шығып тұр. Оның тұщылығы мен басқа қасиеттерін көрсетеміз сіздерге. Енді мынау мекен өзі негізі 97 жылы аудандағы шешім бойынша 41 отбасының үлес пайына жайылым ретінде берілген. Бірақ дәл осы 240 гектар жер осы арада. Бірақ бұл жерге Өзбекстаннан қоныстанған 200 қандастар, одан басқа жер үлесінде жері жоқ. Не керек, барлығы 500 отбасының 4 түлік мал жайлады. Мына арқаңызда көріп тұрған солардың малдары төменде де бүкіл 4 түлік мал осында жайлады. Бұл жайылым. Одан басқа айтарымыз, жердің астында су қоры бар. Судың бағыты ауданға қарай. Елді мекендерді басып өтіп барады жаңа өзен. Желдің негізгі бағыты да осы бағыт, солтүстіктен оңтүстікке қарай өріп отырады. Енді мына алдымызда осы жерде 1000 метр жерде қашықтықта 4 тұрғын үй кешені тұр. Этажды салынған. Ол үйлер мүгедектер мен жарымжан жандарға берілген. Өздері жарымжан жандар. Солардың бағытында, желдің бағытында осындай қоқыс өртейтін полигон салынғалы жатыр. Осы жөнінде біз әкімшілікке бірнеше рет қайрылдық, жазбаша түрінде, ауызша түрінде барғанда әкім Арман Айдарұлы қызметкерлерін шақырып алып, ол жер болмайды екен, басқа жер қарастырылады деп бізге жауап берді. Бұл қайта көтерілді, қайта келді. Кейін жазбаша күйінде 152 адамның қолын қойып, тура осы өтінішті қолына тапсырдық. Жауабын бірақ әлі алған жоқпыз. Міне, әкімді бүгінгі күнге шақырылған, келген жоқ. Осындай уәжіміз бар елдің. Елдің атынан айтарым осы полигон тоқтатылып, өйткені бұл полигон Ащыбұлақ, Молбұлақ, Болашақ мөлтек ауданы, Қазығұрт елді мекенінің ортасына баратын су көзінің үстінде тұр. Ол жыл 12 ай ағатын өзен. Осындай экологиялық, санитарлық, эпидемиологиялық талапқа ешқандай сай жері жоқ бұның. Осыны қайта тексерсеңіздер. Енді олардың арқа сүйеп негіздеп отырғаны бір қандай да бір белгісіз туы, осы араға эксперт жасап, осы арада 15 мың метрге дейін су жоқ, желдің бағытында бұл арадан емес, өзен су жоқ деген эксперт сондай беріпті. Осыны да қайта тексерсеңіздер екен. Осындай негіздемелерді айтып, елдің атынан осы араға полигон салынуын тоқтатуын өтінемін.
Жердегі тұрғындардың ең үлкенімін. Мына жердегі елдеріміз ең ақыры 63 жыл көшті, 62-63 жыл көшті. Сол уақытта мына жерде әркімнің үйінде құдық бар еді. Мына жерде, ана жерде бұлақтарымыз бар. Бұлақ дейді, ақ бұлақ дейді, аш бұлақ дейді, сондай бұлақтар бар. Енді астында су бар да, сонан кейін айтарым. Мына жерде 3 гектар дейді, ол 3 гектар емес, 3 гектар шұқанақ қазылған жер екен. Бірақ негіз аумағы 25 гектар екен. Мына жерді қараңыз, мынау тұрған бидай. Мына жерде тастың ар жағында бидай. Мына 25 гектар аған екен, біздің мал қаяққа барады. Итакта мынау столбар тұрма, мына ар жағын бәрі көш онжалар алып қойған. Шақ кіргізбейді мына малды. Аз өздері жайлы жақта. Ана күні бардық, бізге осындай не келді ғой, ал жайылым жерді алынсын деген. Сонда бұлар не қылмады. Біздікі келестің ойында емес, үйдің жанында емес деп. Біздің айтарымыз сол. Басқа енді ертең малымыз қайқа барады. Мына біздің тас әулиеміз. Бұрын осы жерге жұрттың бәрі осы жердегі ауылдың бәрі осы жерге қойылған. 60 жылдан кейін бұл жерге қойылған жоқ. Жаңағы біздің салатын полигонға 500 метр екен. Жақында бұны қоршаймыз деп әрекет жасап жүріп. Бір күні келіп, мұнаны әкетіп бара жатқан жерден айқайлап адамдар алып қалған. Бұл жер тас әулие, қоршаймыз деп жатырмыз бұл жерде деп. Мына жолдардың бәрі солардың орнына түсіп кеткен. Бұл енді как раз сол жағы полигонның жолы болып тұрды. Тас әулие бұл. Бұрындары неше адамдар қойылған бұл жерге. Көп жыл болған бұл жер. Кейін ел көшкеннен кейін бұл жер аяқ асты кетті. Соны енді осы халық болып, осы елдің тұрғындары болып, осы жерді қоршамақшымыз негізі. Осы мәселе көтерілгелі бері басы қасында жүргендердің біреуімін. 1996-97 жылдары бізге осы пай үлесіне жайылым жерге берген 240 гектар жерді. Сондықтан ол кезде ешқайсымыз мән берген жоқпыз. Пай жаңа жер ортақ, жайылым ортақ деген екен, ешкім ол жерге қараған жоқ. Соныменен не керек? 2014 жылы сол жерге күл қоқыс тастайтын, өлексе тастайтын орын болады деген сыбыс естіліп, бәріміз әкімшілікке барып, соның алдында болып, әкімнің алдында болып, сол тоқтатқан болатын біз. Әкім тоқтатқан енді біздің айтуымыз бойынша. Одан 2018 жылы қайта сыбыс естілді. Ойбай, сол жерге қайтадан салынайын деп жатыр екен деп. Тағы да ел шығып, жұрт шығып, көпшілік болып, ол жерді тағы да тоқтатты. Енді 2021 жылдың сәуір айынан бастап біз сарсаңға түстік қайтадан. Себебі ана жерге күл қоқыс тастайтын жер жасаймыз, өлексе тастайтын жер жасаймыз деп тікелей айтып отыр. Соныменен осы жердегі 5-6 адам жиналып әкімнің алдына бардық. Әкімнің алдында 2 рет болдық. Бірінші болғанымызда Нұр Отан партиясының ғимаратында қабылдады бізді. Сол жерде жап-жақсы жауап берді. Жоқ, біз басқа жерден жер қарастырамыз, сіздердің өтініштеріңізді орындаймыз деп. Содан 13 май күні қайтадан әкімнің қабылдауына кірдік. Анау тынбай жатқаннан кейін әкімнің қабылдауына кіріп едік. Сол жерде тікелей жоқ, біз сол жерге саламыз, документтің бәрі дайын деп документтерін қолымызға көрсетіп жатыр. Ауданның әкімі. Соныменен сол жерде біреу отырған, сол кезде проектісін жасаған біреу, мынау мемлекеттің жері ешқандай да жайылым емес, мемлекеттің жері деп қағазын шошаң еткізеді. Соны мемлекеттің жері болғанда халық кімдікі? Мемлекеттік емес па? Халық жоқ жерде мемлекеттің қажеті қанша? Бүгінгі мәселеміз қоқыс мәселесі болып, ел жұртымыз шулап, әкімге дейін бардық. Осы мәселені тоқтату, яғни қоқыс полигонын салдырмау. Бұны салдыру мүмкін емес. Себебі экология бойынша туры келмейді. Мұны осы сайдан барған судың бәрі қайбір жылы су басып, Қазығұрт ауданы су басқан. Сол кезде іс-шара қолданып, сызбыра су тастады. Сызбыра су істеді олар каналдан. Сонда мен өзі көзіммен көрдім су басқанын. Одан кейін осы жанымызда гүлдеп тұрған саябақ бауымыз бар. Салайынып тұрған объекттің жанында. Епетеке деген домдарымыз бар. Көргілікті ел жұртымыздың абыройы сол Ашбұлақ елінде, Молбұлақ еліне, Епеке деген елдеріне өте зиян тигізеді. Себебі шыбын-шіркей барады, мұсыр ағып барады, әрі жайлауымыз болған ол жерде. Мен соның үшін ел жұртым атынан талап қыламын, кімде-кім экология бойынша қол қойған болса, архитектура бойынша қол қойған болса, кім рұқсат берген болса жауап беру керек. Біз Өзбекстаннан көшпеген ағайындарданбыз. Біз өшірі келгеннен бері қарай осы жаңда біраз қозғалып келатыр. Азыр
біздің осы жерге көшіп келген осы Ашбұлақ мекенінің өзінде 150 үй қаралы үй бар. Солардың барлық малы осы 41 үйдің қазіргі темел жерінде жайылады. Бұл кісілерге рахмет. Агар бұл кісілер ертең бөліп алатын болса, білмеймін біз қаяға баратынымызды, малымызды қаяға шығаратынымызды. Сол үшін одан кейін мынау келешек әулетке біз келешегі не қалдырамыз? Бізден кейінгі әулет нені көреді? Барып көрсеңіздер болады. Бір тамаша, өте бір әдемі жер, астында суы бар деп отыр жаңағы малдың жайылымы. Негізінде мынау елдің біздің осы Ашбұлаққа келетін жел сол сай арқылы келеді. Ол енді ертең өздеріңіз білесіздер, өйерге полигон болғаннан кейін ол өйерден ұшпайтын нәрсе де жоқ, өйерге бармайтын нәрсенің өзі де жоқ. Бұл келешегі осы ауылдың өскен халқына, келешек жастарына бір өте бір үлкен зиян келтіретін нәрсе болып тұр. Менің нақты дәлелім, о жердің асты таза су 7 метр қазамыз дейді, 10 метр жерде таза су. Бұл ауданда оңтүстікте таза тәтті дейміз ғой біз. Тұщы судың қоры үлкен. 5,5 метрде бергі өзеннің бойынан құдық шығады. Ол жер үсті суы, жердің астының суы Қазақстан Республикасының Конституциясына қорғалады деп жазылған Конституцияға. Прокурор қайда? Неғып тексермейді? Мен сол жердемін күніге. Мен өзім мал бағам. Өлшеген кезде айтқан, сізге жақсы болады, мына жерге жол келеді, свет келеді. Сізге жақсы болады. Ей, шырақтарым, мынаның астының бәрі тәтті су. Ол аз десеңіздер, 1,5 мың, 2 мың жылдық қоныстардың орны бар. Ол да қорғалу керек мемлекеттен. Біз ертең күнге не? Соның басына свалка қойып, соны келесі ұрпаққа мұра қалдырамыз ба? Айтайын дегеніміз енді мынау қарсы бетке қойылатын мусор бізге енді тым артық та бізге ол. Иісі жете, бізге иісі бар. Алып өткенде мусорлар қайтып бізге келеді желмен. Қаншалықты зиян екенін бізге өзімізге белгілі. Мен түсінбеймін да сонда бірінші адам құрғызуға рұқсат беруден алдын, адам деген халықпан сайлан неғымай ма? Жарайды, қол қойып қойған болса, не үшін бұл домды бұл жерге соқтырды онда? Біз соған таңғаламыз да. Например, менің домымда кілең инвалидтер. Даже орнынан тұра алмайтын мүгедектер де бар. Ол мусор артықша деп атқан себебіміз мына жердегі септігіміз өзімізге жетеді. Қазіргі таңда, например, исіні белгілі болып тұр өздеріңізге да. Ол жазғы шілде бар, кешқұрым нормально шығып отыра алмаймыз. Қайтем бұларға шықпа, үйде отыруға ешқандай жағдай жоқ қой. Үй ыстық, көше сасық. Даже отравление болып қаншама больницаға түсіп шығамыз. Сонда экологтар сараптауды жүрдім бардым, ат үсті жүргізген бе? Не себепті ағын судың және желдің ұйтқу бағытын есепке алмаған? Егер маман ретінде жетік болса, онда полигонда апат тудыру қаупі бар жерге орналастыруына қандай негіз бар? Халықтың денсаулығы мен өміріне зардап әкелетін жобалардың іске асуына тиісті басқармалар, аудан басшысы не себепті жол бермек? Мәселенің ақ-қарасын, ара-жігін ашып, шырылдаған халықтың сөзіне құлақ түріп, әділ жауабын беруді сұранамыз. Бір емес, екі емес, тұтас бір ауылдың адамы еріксіз жиналып, өре түрегелу жайдан жай емес. Ауыл ақсақалдарының жөн сөзін, келтірген дәлелдер мен дәйектемелерін ұсындық. Қай тұста, қай бұлақтың барын тайға таңба басқандай түсіндіріп берді. Тіпті қатты тұрмыс қалдықтары полигоны Беккери шұңқыр салынады деген жерді қазып, 7 метрден су шығарып отырған шопандарды да кезіктіріп, сөйлетіп алдық. Ақ жаулықты аналарымыздың шыбын жаны шырқырап отырғаны анау. Бұл болашақ ұрпағымыз үшін, халықтың денсаулығы үшін көз жұмып өте салатын нәрсе емес. Оның залалы бүкіл ауылға, ауданға тиюі мүмкін. Ендеше жазатайым оқыс оқиға туындауына түрткі болмайық.